Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын негізгі және туынды зат есім өткен тақырыпты еске түсіре кетейік. Негізгі зат есімі дегеніміз ол негізгі түбірден болатын зат есімді айтамыз. Мысалы, кітап сөзі, иә? Кітап ол түбір сөз. Ал туынды зат есім дегеніміз осы түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы туынды зат есім пайда болады. Мысалы, кітап сөзіне хана жұрнағын жалғасақ, кітапхана деген туынды зат есім пайда болады. Ары қарай 24-ші жаттығуды орындаймыз. Бұл жерде екі мәтін берілген. Осы екі мәтіннің қайсысы көркем мәтін, қайсысы ғылыми танымдық мәтін екенін анықтайсыздар. Мен сіздерге естеріңізге түсіре кетейін. Бұл тақырыпты өткен болатынбыз. Ғылыми танымдық мәтін дегеніміз нақты қай жерде, қалай жасалғаны, немен жасалғаны барлығы анық-қанық жазылады. Көркем мәтінді тек қана көркем деп жазатын мәтіндерді ол көркем мәтін деп атаймыз. Енді осы ережеге сүйене отырып, өздеріңіз осы екі мәтінді қайсысы қай мәтіннің түріне жататынын анықтап жазсаңыздар. Кейін осы мәтіннен кейін төменгі жақта сіздерге тапсырмалар берілген, иә, мәтінге қандай ортақ тақырып қоюға болады екенін анықтайсыздар. Одан кейін 25-ші жаттығу мәтіннің қатесін түзеп жазасыздар. Одан кейін зат есімдер тауып, олардың қайсысы негізгі және туынды екенін анықтайсыздар. Келесі жаттығу 26-ші жаттығу. Бұл жерде өрнектерге және олардың түсіне қарай әріптерді қойып, мақалды жазып аласыздар дәптерлеріңізге. 27-ші жаттығу ауызша жұмбақты оқып шешуін анықтайсыздар, және де ол жердегі өрнек сөздерінің мағынасын, айырмашылығын түсіндіресіздер.